Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен әлемдегі ең дәмді корицалы булочка синнабонды дайындаймыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сізге және сіздің отбасыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттерді описанияның астына жазып қойдым. Жылы сүтімізге құмшекерімізді және тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Құрғақ ашытқымызды салып араластырамыз. Бір дана жұмыртқамызды сайламыз. Және де ертілген сары майымызды салып жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды сала бастаймыз. Егерде електен өткізсеңіздер, қамырларыңыз жақсы көтеріледі. Шанышқымен, одан соң қолмен қамырымызды жақсылап елейміз. Жұп-жұмсақ қылып еленген қамырымызды бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді кішкене ұн сеуіп, оқтаумен немесе қолмен жайып шықсаңыздар болады. Мен қолыммен жайып шықтым. Жайылған қамырдың үстіне ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Құмшекерімізбен және корицамызды екеуін жақсылап араластырып, қамырымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Міне, бізде осылай болып шықты, және де бір шетінен бастап ораймыз. Бөлкелеріңізді қызып тұрған пеште салсаңыздар, тез әрі жұп-жұмсақ болып жақсы болып піседі. Қамырымыз дайын болды. Енді түп-түзу әдемі болып кесілу үшін бізге қарапайым жіп қажет болады. Осы жіптің көмегімен біз түп-түзу әдемі қылып, видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп шығамыз. Пергамент қағаздың үстіне бөлкелерімізді орналастырдық. 180 градуста 20-25 минутқа пісіреміз. Бөлкелеріміз піскенше біз помадка дайындаймыз. Ол үшін бізге сахарная пудра, жұп-жұмсақ сары май және творожный сыр қосамыз. Үшеуін жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай сұйықтық шығады. Міне біздің бөлкелеріміз дайын болды. Помадканы ыстық бөлкелердің үстіне жағып шығамыз. Сол кезде жақсы сіңетін болады. Мінекей біздің корицалы синнабонымыз дайын болды. Ас болсын.